Бүгін сториста жоқпын, себебін айта кетейін. Таңғы сағат 11 айрап-жайрап жатқан кезде енем хабарласып, үйдесіңдер ма, қазір барамын. Тревога деген прикол бар еді ғой, сондай болдым. Содан не керек, 5 минутта апыр-топыр болып кешегі заготовкадан ыстық тамақ жасап жібердім. Үйімді 5 минутта жинап алдым. Шай тамақтарын ішіп, балалармен ойнап, содан мама айтады, қайтамыз. Қазір ғана келдіңіздер ғой деп жібермеймін деп қалауымды көрсетіп жатқызып қойды. Мен қасқа орамал тағуды ұмытып кеткенім бар ғой. Содан холодильникте тыққан-пыққан арбузымды шығардым, пирог жасап жібердім аяқ асты. Творожный пирог мама жақсы көреді, мынандай ашымықты менің апам жақсы көреді, үлкен енем. Сөйтіп екеуінің жақсы көретін тағамдарын дайындап бердім. Балаларға осындай велосипед әкеп беріпті, екеуі таласып жүр одан. Немересі мен шөбересі риза, екеуі ойнап. Зеленкамен нағыз праздник басталды. Назарда ветрянка, аяғына гүл, аю салып берген. Сөйтіп бәрі күліп ойнап жүргенде мен келіндік қызметімді жасап жатырмын. Бешбармақтың ар жақ бер жағы кеспе көз жасайын дедім. Все, всем пока-пока.